Саламатсыңдар ма балалар? Бізде қазір қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Сабақтың мақсаты дара және күрделі сөздер туралы түсінік беру, жасалу жолы мен айырмашылығын меңгерту. Балалар, ережені естеріңе сақтап алыңдар. Етістік екіге бөлінеді. Дара етістік және күрделі етістік. Дара етістік бір сөзден тұрады. Мысалы, жазды, көрді, ұшады. Күрделі етістік екі не үш сөзден тұрады. Жазып отыр, көріп жүр, ұшып бара жатыр. Кестемен жұмыс жасап үйренейік. Кестеге қарап, дара етістік пен күрделі етістіктің айырмашылығын өзің анықтап көр. Балалар, дара етістіктен күрделі етістік жасап үйренейік. Күрделі етістіктерді қатыстырып, сөйлем құрап көріңдер. Оқулықтарыңды ашып, 78-ші беттегі 21-ші жаттауға назар аударыңдар. Құмырсқа мен шегіртке мәтінін оқыңдар. Дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазып, 22-ші жаттауға назар аударыңдар. Өлеңді қатесіз көшіріп жазып, етістіктерді табыңдар. Дара және күрделі екенін ажыратыңдар. Енді мәтінмен жұмыс жасауға көшеміз. 79-ші беттегі 23-ші жаттығу жаралы көгершін. Мәтінді оқып, әңгімеге құралған жоспарды жалғастырыңдар. Үйге тапсырма. 80-ші бет 24-ші жаттығу және дара күрделі етістіктің ережелерін жаттау. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.